Қайырлы кеш, менің есімім Аскер Фамин, және мен ақпараттық жүйелер 2309 студентімін. Бүгінгі таңда біз 15 лабораториялық жұмысты қолдайтын боламыз, яғни YOLO кітапханасын талдайтын боламыз. Қарапайым және YOLO voice интерфейсін қолданып, скриптті тек детекцияны қолдану арқылы жұмысын атқаратын боламыз. Біз веб-камераны көрсетеміз, файл бойынша бүкіл жұмыстарды атқаратын боламыз. Командалық жол аргументтерін оқу үшін біз кітапханаларды енгізген болатынбыз. Мына жерде YOLO интерфейс үшін жеңіл әрі ыңғайлы қылып YOLO интерфейсін дұрыстап орнатып тұрмыз. Негізгі параметрлер қажет болып жатса, жеңіл модель, егер жергілікті файл болмаса, ультралирикс оны автомат түрде жүктеу мүмкін. Яғни біз бұл жерде көмекші функциялар, папка жасау, яғни көптеген файлдарды ортақ бұлтқа орнатып, бәрін орындап тұрмыз. Яғни мына жерге біз load модуль арқылы біз кітапхананы енгізіп, камерамыздағы мәліметті қабылдайтын болады. Мына жерде суреттерді енгізіп, Dropbox-сыз қолданып тұрмыз. Яғни мына жерде суретімізді оқып, детекция болса қандай не болып жатыр, біздің экранымыздан барлығын көріп тұра алады. Егер боксы бар болса, оларды шығару, яғни әр бокстан координаттар класс және сенімділік алу кейде бокс қолжетімді болады, сондықтан try accept қолданамыз. Яғни экранға рамка салынады, сонымен белгілі және сенімділікті жазуды сәл суреттен жоғары қою қолданылады. Бір сурет бойынша детекция жүргізіп, нәтижені сақтап және көрсетеді. Суретті оқу, яғни интерфейс модель predict қайтарғаннан кейін result 0 объектін қолданамыз. Result тізімі бірінші элементтен аламыз. Нақты суретке рамкалар салу, нәтижені сақтау. Сонымен қатар веб-камерада немесе видео файлдан тікелей детекция жасап көрсететін функция қарапайым төмен кешігу реал-тайм режимі болып қолданылады. Камерадан оқулар шығу үшін Q басыңыз деген батырма шығатын болады. Бізде мынау аргументтерді оқу сәйкес режимді іске қосу жұмысы атқарылып жатыр. Модельді жүктейміз, командалық жол аргументтерін тексеру, егер берілсе файл бойынша, әйтпесе камера бойынша жұмысын атқаратын болады. Және де осы біздің лабораториялық жұмысты іс жүзінде көретін болсақ, мына жерде біз яғни камера detection деп көрсетіп тұр, біздің бетімізге көрсетіп тұр, person, яғни қандай расстоянияда тұрмыз, соны байқалайды. Яғни бұл код менде 80-ге жуық программаны анықтайтын болады. Программа дегенде, яғни телефонды анықтап тұр, селфон деп. Мен мына жерге тұратын болсам, мына жерде көптеген, яғни бутылка деп шығып тұр. Дәл солай кітап. Мына жерде мысал ретінде біз кез келген бір кітапты алатын болсақ, бүйтіп көрсетіп болса, бук деп көрсетіп тұратын болады. Дәл солайынан 80-ге жуық, яғни жануарыңызды көрсеңіз, машинаңызды көрсеңіз, соны әрқайсысын танитын код болып табылады. Соны YOLO негізінде күрделі код қылып жазған болатынмын. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.